Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, аман есенсіздер ме? Достар, біз сіздерге енді қазақша футбол ақпараттарын жеткізетін боламыз. Сіздер болса біздің арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз болса әдеттегідей видеомызды бастайық. Kingsley Coman осы маусымнан кейін Бавариядан кетеді. Француз шабуылшысы өте әлсіз маусым өткізді. Оның орнын қазіргі уақытта Майкл Олисе басып тастай алды. Фабрицио Романо Кингслидің Мюнхенден кететінін айтты. Өткен жазда Барселона алғысы келген Ханси Флик Коман не істей алатынын жақсы біледі. Қазір французға АПЛ клубтары қызығушылық танытып жатыр. Болжам бойынша бұл Тоттенхэм немесе Арсенал болуы мүмкін. Бұл екі Лондон клубы шабуыл флангтарын күшейткісі келеді. Саудия лигасының клубтары қазіргі уақытта Команды өздерінің қатарларына қосып алғысы келеді. Баварияда Команның Сауд Арабия клубтарының біреуіне өтуін қалайды. Солайша олар ең көп қаржы алады. Өйткені клуб сол жақ флангты мықты вингер сатып алғысы келеді. Бавария қазір Брайтондағы Коаро Митомиде және Миланның ойыншысы Рафаэль Леоға қызығушылық танытып отыр. Твиттер мәліметі бойынша өткен аптада Бавария өкілдері Леоның агенттерімен кездескен. Португалиялық ойыншы Германия алпауыт клубына ауысуға қарсы емес. Милан клубы Рафаэль Леоны 130 миллион евроға өткізгісі келеді. Бірақ Бавария 75 миллион евродан артық бермейміз деп жатыр. Миланның бас бапкері Массимилиано Аллегри айтып жатыр, енді маған Рафаэль Леоны алып сатып жібермеңдер, біздің болашағымыз және шабуылдағы басты менің қаруым деп жатыр. Қазіргі уақыттағы Рафаэль Лео өте мықты ойыншылардың бірі деп айта аламыз. Енді шабуылдағы таланты жоғары. Бірақ енді бұл ойыншының бір жаман жері қорғанысқа қайтпайды. Сол себепті енді Миландағы достарынан біраз сөз естіп қалған болатын. Сіздер қалай ойлайсыздар, жалпы осы Рафаэль Лео Миланған кеткен дұрыс па, немесе өзінің Миланда по кайфу ойнаған дұрыс па? Өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдырсаңыз болады. Мен сіздердің барлық комментарияларыңызға жауап беретін боламын. Соңғы кезде Барселона жанкүйерлері Марк-Андре Тер Штегенге қарсы сын айтып жүр. Неміс қақпашысы бұрынғыдай емес, оны сату керек деген пікірлер көбейген. Алайда Тер Штегеннің өзі кететіні туралы өз ойын білдіре кетті. Мен ешқайда кетпеймін, ешкім менімен бұл туралы сөйлескен жоқ. Келер жылы Барселонада болатынымды білемін. Барса әлемдегі ең ірі клубтардың бірі. Енді біздің командада бәсекелестік жоғары. Иньяки Пеня және тағы да бір қақпашы Шенсте. Енді бұл қақпашылар мықты деді. Жерар Ромеро, Роджер Тарелла, Диари Спорт мәліметтеріне қарайтын болсақ, енді Барселона өздеріне жаңа қақпашы алып қойды. Фабрицио Романо растады. Here we go деді. Джан Гарсия мен келісім шартқа отырып қойды. Барса ұжымы деп жатыр. Жалпы Джан Гарсия өте мықты қақпашылардың бірі. Перспективасы бар. Испаньолда біраз сейфтар жасап көзге түсті. Келер маусымда енді Барсаның негізі қақпашысы болатыны анық. Испаньолда каталондық клуб Барсада каталондық клуб. Жалпы келер маусымда енді Шенсте немесе Иньяки Пеня командада қалады, екінші қақпашы болады. Ал енді Джан Гарсия болса Барсаның негізі қақпашысы болады деген ақпараттарда таралып жатыр. Енді Джан Гарсия келетін болса, Ханс Фликтің көңілінен шығатын болса, негізгі қақпашы болатыны анық. Сіздерде бұл туралы өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдырып кетсеңіздер болады. Тер Штеген енді кететін уақыт келді ма? Қалай ойлайсыздар? Ханс Фликтің өзі Тер Штеген кетуіне қарсы еместігін білдіріп жатыр. Енді бапкерге осындай ойыншы керек емес болса, Барса ұжымы да Тер Штегенді сақтап отырмайды. Саудия лигасына беріп жібереді немесе бір итальяндық клубтарға беретіні анық. Джайлуджи Донарума PSG-мен жаңа келісім шарт бойынша келіссөздерде ешқандай жеңілдік жасап жатқан жоқ. Италиялық қақпашы клуб басшылығына өзінің барлық талабын орындаса ғана келісім шартқа отыратынын айтып жатыр. Манчестер Ситиде қазіргі уақытта Донарумаға қызығып жатыр. Сол себепті енді өзінің көкірегін керіп тұрып айтып жатқан шығар. Твиттер журналы Бундеслигадағы 216 футболшыдан сауалнама алыпты. Олардың көпшілігі Донаруманы әлемнің ең үздік қақпашы деп атапты. Ол Тибо Куртуа мен Ян Зомерден де мықты ма? Сонша қалай жалпы, мен дым түсінатқан жоқпын. Демек Бундеслига ойыншылары Лига 1-де мүлдем көрмейді. Ол Донарума жайлы тек Чемпиондар лигасындағы 2-3 жақсы ойынына қарап баға беріп жатқан шығар. Дәл солай бүкіл әлемде Донаруманы бірнеше жарқын матч үшін мақтап жатыр. Қазір ол алтын допқа басты үміткерлердің бірі, күшейіп кеткен көкем.
Бірақ шындыққа келсек, Лига 1-де ол ең 5 нашар қақпашылардың қатарына кіреді. Статистика бойынша ол өз орнындағы орташа қақпашыға қарағанда 3 голға артық гол өткізіп жатыр. ПСЖ қақпашысына ең аз шабуыл жіберген клуб болғанына қарамастан, чемпионатта қақпасын құрғақ ұстау бойынша ол тек 12-ші орында. Сафонов 10 матчтың ішінде 3 рет қақпасын аман сақтаса, Доноромада бар болғаны 1 матчқа артық 24 кездесуде 24 кездесу өткізген және 4 құрғақ ойын өткізген. Бұл сонда қалай жалпы, мен дым түсініп атқан жоқпын. Не істеп жатыр сонда Пари Сен-Жермен клубы? Қорғанысы нашар ма? Енді тек аяқпен ойнай алмайды десек, ол үйреншікті нәрсе. Бірақ биыл Джиджи шығуда қақпасыздығында көп қателіктер жіберді. Күзде тіпті соншалықты нашар ойнады. Энрике уақытша Сафоновты алаңға шығарып жүрді. Сонда Донороманы Чемпиондар Лигасындағы ойынына қарап бағаласақ, сонда не істейміз енді? Лига 1-ді есептемейміз ба? Қалай жалпы? Өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдырсаңыздар болады. Базар жоқ, енді алтын допты жеңіп алу үшін Чемпиондар Лигасын жеңуін керек. Мысалға, енді Родри Чемпиондар Лигасын жеңбесе де алтын допты жеңіп алды. Енді бұл жерде айтатыным, Родри өте керемет деңгей көрсете алды. Бүкіл маусым жақсы ойнай алды. Ал енді Доннарума ондай деңгей көрсеткен жоқ Лига 1-де. Тек Чемпиондар Лигасының 1/8-нен бастап жақсы деңгей көрсете алды. Бірақ Луис Кампош спорт директоры мен Луис Энрике ПСЖ-ға Доннарума аса қажет емес екенін жақсы түсінеді. L'Équipe газетінің айтуы бойынша, олар қақпашымен қоштасу нұсқасын шындап қарастырып отыр. Егер Джиджи өз талаптарынан бас тартпаса, клубы оны сатып жібереді. Ал орнына Люка Шевелені алады. Ол Лил клубының қақпашысы және жаңа маусымда Лига 1-нің ең үздік кипері атанған. Пари Сен-Жермен осы қақпашының өздерінің қатарларына қоса алмайтын болса, Арсеналдың қақпашысы Давид Раяны өздерінің қатарларына қосуды қарастырып отыр. Достар, енді Давид Раяның деңгейіне не айтасыздар? Өз ойларыңызды комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де бір нәрсе айтайын, алдыңғы видеода Чемпиондар Лигасын талдап едік, жақсы талдадық, енді өте керемет. Бар күшімізді салып талдадық. Енді көрермен саны аз болыпты, 1200 көрермен болыпты, оған еш нәрсе айта алмаймыз. YouTube рекомендацияға шығармаған. Бірақ сол 1200 адамның өзін, 1200 көрерменнің өзі де 100 лайк жиналмаған. Бұл өте нашар, достар. Лайкты аямайық, тегін лайк. 500 лайкқа жету бір арман болдық енді. Осы видеода 500 лайк жинап тастайтын болсақ, өте керемет болар еді. Және де жаңадан айдар бастаймыз. Әр мықты ойыншының өздері үздік санайтын топ 5 ойыншысын шығаратыны боламыз. Енді біздің каналымызды қарайтын болсаңыздар, біз Криштиану Роналдоның топ 5 ойыншысын ұсынған едік. Болашақта осындай мықты ойыншылардың топ 5 ойыншысын ұсынатын боламыз. Сол себепті біздің арнамызға тіркеліңіздер, лайкты басып достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Осындай арна бар, көріңіздер деп. Боруссия Дортмунд орталық жартылай қорғанысты күшейткісі келеді. Клуб Джоанна Рейнемен және Алекс Асанжанмен қош айтысады. Коуч жаттықтырған кезде өзін жақсы көрсеткен Карнилич Челсиға қайтатын болады. Челсидан енді арендаға алып еді. Енді Ковачтың өзі өкінішке орай қайтарып жатыр. Ковачтың қол астында Эмре Can, Паскаль Гросс, Марсел Забитцер, Феликс Наметче және Юлиан Брендтер жақсы өнер көрсете алды. Енді Боруссия Дортмунд клубы осындай ойыншыларды өздерінің қатарларында сақтап қалып жатыр. Қалай болмасын, енді тағы бір жұлдызды қосып алғысы келеді. Беллингем, Джуд емес, Джоб Беллингем. Фабрицио Романоның ақпаратына қарайтын болсақ, Джоб Беллингемнің трансфері уже іске асып қойған және трансферді жақында жариялайтын болады. Енді оның Джуд Беллингем де осы Боруссия Дортмундта жарқырап Реал Мадридке 113 миллион еуроға сатылған болатын. Енді Джобтың да жолы осындай болады деп ойлаймыз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Джудтың орнын Джоб басала ма? Өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер осы Боруссия Дортмундта ашылатын болса, басқа да топ клубтарда өнер көрсететіні анық, ағасы сияқты. Тео Эрнандес Миланнан Сауд Арабиясына ақша табуға аттанады. Жан-Лука Ди Марчо жазғандай, Аль-Хилаль Теоны 35 миллион еуроға сатып алуға келіскен. Милан келісімін берді. Қазір ойыншының өзі келіссөздер жүргізіп жатыр және ол ұсынысты қабылдауға дайын сияқты. Аль-Хилаль Теодан бөлек Наполидан Виктор Осимхенді және Атлантаның ойыншысы Эдерсонды да сатып алғысы келеді. Тео әлемдегі ең мықты сол жақ қорғаушылардың бірі, бірақ бір маусым сәтсіз өтті. Сөйтіп Милан оны командадан шығаруға шешім қабылдады. Альваро Каррераны Реал Мадрид клубы қызықпай тұрып, Тео Эрнандесте қызықты. Тео Эрнандес енді Реалға бара алмай қалды.
Milan'ın bas bapkeri Juventus'un korgawçysy Cambiazza'ny özlerinin katarlarına kosup algasa keledi. Komandanın sportluk direktori da karşı emes Igliatari. Igliatari tagda bir transfer jasagысы keledi. Julduzdy Milan'ın jartlay korgawçysyna koskысы keledi. Fabrizio Romano aytkanday, bu transfer Luka Modric endi Milan'a baruwa abden mümkün. Hazırki wagtda endi Real Madridden ketdi. Klubduk alem çempionatından keyin Real Madrid bilen koşasady jane Milan men жаңа kelişim şartga oturat diyen ahbaratlar da şıgap жатыр. Milan'a barsa da bulatın şıgan 1-2 mawsum oynap beri alady Italiya ligasında. Al dostlar, bizning жаңалыгımız осы endi. Arnamızga tirkelingizler, like'ty ayamaňyzlar, tegen like endi bizning emeğimizni bagalaňyzlar jane dostlaryňyzga jiberudy umutmaňyzlar. Bugünje endi осы.